Бүгін біз сіздермен бірге осындай тез әрі оңай жасалатын шоколадты шариктердің рецептімен бөлісетін боламыз. Бізге керек заттар: қойытылған сүт, шоколад, печенье және де какао. Ең алдымен печеньені блендермен үгітіп немесе оқтаудың көмегімен үгітіп аламыз. Одан соң оны ыдысқа салып, оның үстіне какаоны саламыз да араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне қойытылған сүтімізді құямыз. Және де оны жақсылап қаттылау қамыр шыққанға дейін араластыруымыз керек. Бірақ біздің осы қамырымыз қолға жабыспау керек. Міне осындай болып шығады. Қамырдың кішкене бөлігін алып, оны видеода көрсетілгендей дөңгелектейміз. Бізде осынша шариктер шықты. Енді шоколадымызға көшейік. Шоколадымызды су моншасында ерітіп аламыз. Оны міндетті түрде араластырып отыру керек. Одан кейін осы шариктерімізді мына ерітілген шоколадқа жан-жағына тигізіп, жағып шығамыз. Міне болдық. Енді оны тоңазытқышқа 20 минутқа қалдырамыз. Міне біздің шариктеріміз қатты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл оп-оңай. Және де біздің арнамызға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.